Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жастарға жеңілдетілген тәртіппен 2,5% болатын несие қашан беріледі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ахмеди Сарбаевов еліміздегі жастарға 2,5% несие беру келесі айда басталатынын айтты. Еңбек министрлігі ережені әзірледі. Тіпті бұйрық шығып, Әділет министрлігінің тіркеуінен өтті. Біз ведомствоға қатысты шешім қабылданды. Қазір кезде жергілікті атқарушы органдармен бірлесе осы тетік бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Осы айда жергілікті атқарушылар органдары және де қаржы министрлігінің несие келісіміне қол қойылды. Сондықтан келесі айдан бері бастап беруге мүмкіндік жасалады, деді Сарбасов. Сенатта өткен баспасөз мәслихатында. Бұдан бұрын хабарланғандай, былтыр қыркүйектегі жолдаушында Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жастарға жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5%-ға болатын шағын несие берілетінін айтты. Атап айтқанда, жастарды кәсіпке тарту үшін 6000 азаматқа 5 жыл мерзімге 2,5%-ға шағын несие берілді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың айтуынша, ол несиенің сомасы 5 миллион теңге болмақ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.